Баршаңызға сәлем, сіздермен аспаз келін. Бүгін осындай өте дәмді миксерсіз, пешсіз және де сливкисіз дәмді торт дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдыменен 3 жұмыртқамызға осылай қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Негізі венчик жоқ болса, вилканың көмегімен де араластырсаңыздар болады. Осылай сұйық майымызды құямыз. Мөлшерлерін төменгі описание бөліміне тастап кетемін, сол жерден қарасаңыздар болады. Содан соң бөлме температурасындағы сүтімізді құямыз, тағы да жақсылап араластырып аламыз, және де ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Менде бұл жерде жарты ұн, содан соң осылай какао салып, жақсылап араластырып аламыз, содан соң қалған жарты ұнымызды салатын боламыз. Осылай ешқандай түйіршік қалмайтындай қылып жақсылап араластырып аламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, әлі де көп рецепттер болады. Егер де жасап жатсаңыздар, менің видеоның жоғарғы бөлігінде Instagram парақшам жазулы тұр, сол жерге тіркеліп бөліссеңіздер болады. Мінекей табамызды қыздырып, азғантай май жағып, астына 2 жағын пісіріп аламыз. Менде 1,5 шөміш құйдым. Мінекей жайлап піскенін осылай бетінде кішкене осындай тесікшелер пайда болады, сол арқылы білсеңіздер болады. Ешқандай сынып кетпейді, аударғанда өте оңай аударылады. Шамамен 2 минутта пісіп шығады, өте тез піседі, қарап тұрмасаңыздар. Менен 5 штук шықты, мен 4-еуін пайдаландым, 1-еуін шеттеріне жағуға алып қалдым. Енді қаймақпенен сгущенкадан крем жасадым. Сіздер қалаған крем пайдалансаңыздар болады. Сливки менен сгущенка немесе сгущенка мен сары май пайдалансаңыздар болады. Осылай енді жинап аламыз торттарымызды. Негізі кальцо керек емес, кальцосыз да жинай беруге болады. Осылай барлық торттарымызды жинап аламыз. Өте дәмді болып шығады. Негізі заварной креммен де жасасаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады заварной креммен де. Осылай барлығын жинап аламыз. Осылай мен 15 минутқа қойып тұрдым. Оған дейін осылай әсемдеп алдым. Содан соң бетіне қалаған шоколад болады, немесе жаңғақты пайдалансаңыздар болады. Өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай әсемдей берсеңіздер болады. Міне қараңыздар, өте жұмсақ болып шықты, кесілгеннен ақ білініп тұр. Мен шамамен 1 сағатқа тоңазытқышқа